Açıp жатырмын. Hozir birga ko'ramiz. Yonma yo'qotib ketdi. Ne shug'ul ana? Ana shu tablichka tur. Nay. YouTube'da videolarga o'z fikrim. Жарайды, өз пікірімді YouTube'da бірінші Mr. Beast'ің видеоларын көремін. Кейін қауіпті тұзақ деген видеоны көреміз екен. Ал бастадық. Ал не бастадық? Үлкен қауіпті тұзақтарымыздың бірі. Егер қатысушы әр тұзақтан өткен сайын $100,000 алады. Егер өте алмаса барлығынан айырылады. Ё-моё, не был пес. Ёпана, не был пес. Классная камера. Быстро. Ұзақ оңай. Қабырғалары жабысқанша, тордан шығып үстіне шығу керек. Мак, дайынсың ба? Дайынмын. Сенімдісің бе? Қане? Үрікілу. Жақсы. Қалай шықсам болады? Мак, бір кеңес берейін бе? Не? Үсті. Ей, Мак, $100,000 жеңіліп қалу мүмкін екен, ұмытпа. Құдайыма ол тікендерге сондай жақын. Сынған үстелің не көмегі бар? Мак, кәне, Мен тырысып жатырмын, Джимми, аузыңды жапшы. қабырғалар жақын, жылдамдат. Достар, ана жерде қалай сындырды? Сөзім жоқ. Қане. Сен $100,000 жеңдің. Бірақ. Тоқта. Хабар басып қалды. Менде екінші тұзақ бар. Егер мұнау $100,000 тіксең, 200,000 ұт аласың. Ойланып көр, егер сен келіспесең, менде видео болмай қалады. Мен келсем. Кеттік ал. Мак сенімді көрінеді. Бірақ $1,000,000 жеңгісі келсе, алдыда 10 тұзақ бар. Ең алдымен 200,000 жеңе алады екен, білейік. Ал бұл номер 2-ші тұзақ. Ес жандыр. Онда тұрмағанымыз дұрыс болды. Бұл сумкаларда $200,000. Оларды жеңу үшін ана кнопканы баста, мынау есіктен шық. Кнопканы басқанда не болады? Жай ғана бас, сосын білесің. Мен барғың келе ме? Жоқ, мен осында қалам. Не үшін? Жүрсейші? Кнопканы бас. Егер сен ұмытсаң, $200,000 ұтылу қаупі бар. Мен білмеймін ғой не болатын басқанда. Жай кнопканы бас. Эффекті жарықтар. Менің ойымша сен түсінген шығарсың не болатын. Ана лазерный товар ма екен? Давай көреміз. Егер лазерге тисе, есік жабылады. Уақытта шектеу бар ма? Түйуге ғана шектеу бар. Біреу ғана. Бірінші лазерге тиіп кетсе не болады екен? Бұл қортықтарға жасалмаған көрініп тұр. Құдайым-ау! Мен оның жорғалайтын сездім, мәне сондықтан лазер тура алдынан шығарды. Шынымды айтайын, мен адан қалай өтуді білмеймін. Бұл ессізде болды. Құдайым-ау, сен лазермен қошанып тұрсың. Мак сен орнында болғанда қосалмайтын едім. Жақсы. Джимми, егер мен лазерге тикпесем, есік қанша уақытта жабылады? Секундтан аз. Солға қарай қашшы. Өтінем жолдан кетші. Окей. Рахмет. Өш. Қазір мына жерде жүгіретін сияқты. 2, 1. Егер мына жерде мынаны басып қалса не болар еді? Құдайым-ау, бұл деген менде сөз жоқ. Тоқта, ерте қуанып жатсың. 200,000 кеткім келем, әлде 300,000 бе? Тағы да бірін өтем ау деймін. Алға, өкінішке орай әр тұзақтар әрі қарай қиындау болады, әсіресе келесісі. Мак, кіре ғой. Сен 3-ші тұзақтасың. Қараңыздарша, қандай күшті. Біз бұл тұзаққа соңғы 60 күнді құрттық. Мәне сен ұтқан 200,000. Саған енді тек мынау 3-ші 300,000-ды алып, мына жолмен мына есікке кіру ғана қалды. Ақшаны алғанда не болады? Артқа қара. Тура басың үстінде. Жақсы, түсіне бастадым. Бұл өте түсінікті. Мен ақшаны алғанда мынау тас маған қарай жылжиды. Егер сен тас мұжып кетсе, мен өзімнің 300,000-ды қайтып алам.
Таспонжбай тұрып, мен мұнда кетейін. Маған 3-тен артқа санап берші. 3, 2, 1. Алға! О, Құдайым! Жүгір! Өтірік алдамайын. Сен мен ойлағандан жылдама екенсің. Құдайым-ау. Тас осындай аз қалды. 4-ші тұзаққа не дейсің? Білмеймін, Джимми. Сенде бәрі жақсы өтеді. Егер ол мен жетсе не болар еді? Мен өлер ме едім? Ноланды баспағанда не болған қара? Ауырады. Кешір мені кішкене. Әрине, бұл маңызды шешім. Сен жақсылап ойлануың керексің. Жақсы не шештің? Жақсы, тағы біреуін. Тағы біреуін? Тағы біреуін. Жақсы көрейік. 300 мың жоғалдады. Қазір тағы біреуін деп бәрін өртіп тастайды. Мекен әлде тағы 100 мың таба ма? Олай айтпаш, Джимми. Мак бізде шарда. Қалай екен? Шардың ішінде қандай сасып тұрғанымды білдім. Сен бұны өзің таңдадың. Есіктер ашыңдар. 4-ші тұзаққа қош келдің. Мен видео ойында шынайы өмірді соқтым, және оны ол өту керек. О, Құдайым-ау, достым. Мак 400 мыңды ұту үшін мына сынақтардан өту қажет. Егер сен түсінбесең, мынау көпіршікке құласаң, болды ұтылдың. Түсіндім. Тағы бір нәрсе. Сен де өтуіне бәрі 5 минут. Жақсы. Сонымен бізде мынандай платформалар бар. Онда қиын емес. Шарда бұны жасау қиындау. Егер оған қазір қиын болса, онда ол сонда қимылдайтын өлім платформасында жеткені не болады екен? Бұл енді қиындау болады. Құдайым-ау, достым. Секір. Мак, абай бол. 400 мың доллар күтіп тұр. Мені қосылам бола ма? Ей, не үшін? Мен видеода болғым келеді. Бұл менің видеом. Бұл қорқынышты. Бұл уақытқа дейін барлығы оңай болды. Енді қиындау болады. Онсыз да олай болмады. Бұл қорқынышты, достым. Басқа сынақтары қарағанда ол жылдан бары жатыр. Шарды тепе-теңдік ұстаусыз ойлағаннан қиын. Егер ол бар күшін салып жатыр, сондықтан қалған уақытта құлап кетуі мүмкін. Бұл шарда тепе-теңдік ұстау қиындау. Бро, 400 мың доллар бұл оңай болмау керек. Осыған дейінгі сынақтар соңғы сынақтардың қасында түк те емес. Міне осы жерлерде шынымен де қиын болады. Қалай мен қателестім? Мак соңғы сынақтарды барлығын небәрі 10 секундта жойып тастады. О, жоқ, тоқта! Мен осы жайлы айттым ғой. Бұры ол жеңгеде мен қасында болуға қорқам. Не айтарымды білмеймін, қағазда ол қиындау болды. Алайда келесі тұзақ біз көргендердің ішіндегі ең қиыны. Жұмбақты тап, 400 мыңнан не жақсы? 500 мың. Не болды, қорқынышты ма? Әлде 500 мыңға барамыз. Егер келесі тұзақтарың осындай оңай болса, кеттік ал. Мен олай айтпадым, бірақ бұны келесі деп санаймын. Келесі сынақ. Келесі тұзақта Макқа шомылатын киім керек, өйткені оған шомылу керек болады. Джимми, не бұл? Мак, суға түс. Мак, түсініп тұрсың ба, не істейтініңді? Онша емес. Сонымен бұл тұзақ қиын, бірақ түсінікті. Мен алға деген соң сен ақшаларың мына үлкен отқа жылжи бастайды. Оны тоқтату үшін мына тұтқаны басу керек. Ал оған жету үшін судың астымен жүзіп өту жолдағы 4 құлыпты ашу керек. Түсіндім. Сен ойлайтын шығарсың, не үшін маған ілгек деп? Өйткені сонымен есіктерді ашу керексің. Мак, дайынсың ба? Дайынмын. 3, тоқта. Артындағы затты жөндей аласың ба? Сонымен уақыт кетті. Тура 3 минуттан соң ақша отта болады. Егер әрине Мак келесі жақтан кеп тұтқаны баспаса. Оған қазір оңай емес. Қалай жол ұзақ демалмай тұра алады? Сонымен Мак бірінші есікті ашты. Сен қолынан келеді, Мак.
Ол әзірше жарты миллионға таласса, мен сіздерге Стамбул Гейс туралы айтып берейін. Тегін мультиплеерлік ойында сіздер кездейсоқ адамдармен сайысасыздар. Отқан адам тәж алады. Әрбір құлып сайын маққа алыс-алыста сүңгуге тура келеді. Сондықтан оған ақшаны қорғауы уақыт аздау болады. Өйткені ол сыртқа шығып демалу керек. Жаман көрінеді. Бро, бұл ессіздеу. Стамбул Гайс тіпті біздің видеоларды өздерінің ойындарына сынақтарына айналдырған. Оған қоса Стамбул Гайс сайтында мистер Бист скиндерін эмоциялармен жеңгендегі анимациялары бар. Ол үшінші есікті ашты. Жақын арада Стамбул Гайста арнайы мистер Бист вент болады. Сондықтан ойында iOS, Android, Steam'ге тегін жүктеп алсаңыздар болады. Дәл қазір. Жақсы Мак, тағы бір есік. Сау бол, сау бол. Осы жерде егер мына ақша мынаған жанып кетсе, мына мистер Бист шынымен де ең бай адам сияқты, Қаңызда қандай жақын қалды? Ол төртінші есікті ашты. Тұтқаны бас, үлгерім керек. Сен ақшаларды тоқтатты. Епа, 6 секундтың ішінде тоқтат. Oh my gosh. Мен білдім. Ауа жетпегендіктен басың айналып тұрған шығар. Әрен көріп тұрмын. Түсінем. Көріп тұрсың ба, ана 500 мың тұр. Оларды тегіп 600 мыңға жеңуге қалай қарайсың? Full transparency. Шыны керек, келесі тұзақ ең оңай шығар барлығына. Мен шынымен де, егер тоқтасаң, осы жерден емес. Жақсы, жасайық. Мен алдай салсаң да болады. Негізінде мен алдамадым. Префронталды қыртысы дамаған кез келген адам бұл тұзақты өте алады. Қош келдің. This in theory. Негізінде бұл ең оңай 600 мың болу керек. Окей? I need you to pick. Таңда, Фистивус әлде Хорс. Or Hershey's bar. One. Біреу қоқысқа кетеді. Дәл солай. Ес қашан да жемес едім. Өте жаман. Сен 100 мың жеңдің. Дәл солай. Енді сенде 600 мың қолма-қол ақша бар. Джимми, бұл 6 Lamborghini. Және Фистивус. Рахмет. You want to risk this 600 мыңды тігіп, кеше теңіз ақшаны 700 мыңға ұтуға не дейсің? win $700,000. Сен жындысың, ол я дейін деп тұр. Мен білмеймін, мен анам жындала деген бәрін ұтылсам. Я әлде жоқ. Тағы біреу ақ. Жақсы көрейік ал. Бірақ, келесісін ойнатпа маған. Окей. Окей. We were going on this next. Келесі сынақта Макқа қапшық керек болады. Қайны бір нәрсе көріп тұрсың ба? Ештеңе көріп тұрған жоқпын. That was a lot. Бұл өтірік болды. Maybe actually. Жақсы, мүмкін 2 рет жабармыз. Биіктіктен қорқпайды деп үміттенем. And if you're Неге мен биіктіктен қорқпайды деп үміттенем деп айтқаным? Төбеге көтерілдер. Біз көтерілдеміз. Mac may know that we're going. Мак білетін шығар жоғарда екенімізді, бірақ қаншалықты екенін білмейді. Біз 60 метрге дейін көтереміз. Оған енді ең үлкен қорқынышты жеңуге тура келеді, егер 700 мыңды ұтқысы келсе. Мак, қоқыс жәшігін шешейік. Can. Абайла. Мак, келесі сынаққа қош келдің. Crap. I hope not. Биіктіктен Қуайды мына жерден. Қуайды. қорқпайсың деп үміттенем. Қорқытымын, бро. Бұл өте жаман көрінеді. The next trap is. Бұл сынақ өте оңай. Тек арғы жақта мына өте жіңішке көпірден өту керек. Жақсы, бұл ессіздеу достым. Oh my gosh. Ол қалай жасайтынын білмеймін. Маған қас сондай қорқынышты. Bro, this is. Бұл өте жаман. Сен өтермедің? Oh heck. Жоқ әрине, ешқалай жындысың ба? 700 мың басты жүлдеде. Оның ең үлкен қорқынышы не болады? Көрейік. Жақсы, мен ары қарай ойлап тұра алмаймын. Не болса болсын. There. Oh, he's. Сонымен ол қайта оралмайтын жерге жетті. Карл, қозғалма.
Құдайым-ау. Holy crap! Мұнан қараңдар, оның қолынан келуде. Қою. Қане, абайлап. Я ба өтіп кетті шындарында ғой мынау. Мен не демедім? Мен бұны жасадым, балақай. Құдайым-ау, достым. Бастапқы бір-екі қадамнан кейін мен бұның қолынан келеді деп ойламадым. Өзің сұрағанда ойнауға шақырмаймын. Influence you. Do you want to walk away with your Сен 700? $700,000 алып кетесің, әлде миллионға қарай жол жүресің. Шешім сенде. Менде қазір соншалықты көп Just a, ақша мен кете алатын мүмкіндік бар. Бірақ мен сондай жақынмын. Мен ойымша үйлерінде қалған 3 нақты көргісі келетін шығар, а? Мен көргім келеді. Соңғы жауабым. Алға кеттік. Егер ол келесі сынақты өтпесе, маған өкінішті болады. Маққа миллион ұту үшін 3 сынаққа ғана қалды. Бірақ ары қарай одан да қиын. Сен ақшаларды бәске тіктің. Кеттік. Маған сондай қорқынышты. Жарты қосыңдар. Бұл сынақ сіздерге таныс болуы мүмкін. Біздің ең атақты видеомыз кальмар ойыны. Сондықтан мен әйнек көпірімен фигураларды кесуді бір сынаққа қосуды шештім. all into one trap. Тура кальмар ойындағындай сенде печенье бар. Оны фигурасын кесіп, мына сканерге салу керек. Егер сен печеньяны сындырып алсаң, әлде істемей қалса, мына сканерге көпір астына құлап қаласың. Мен бәрін ұтыламын. Ал егер ол тур осына пішінде болса, ескі ашылады. Сосын саған 3 рет жасау керек болады. Неше уақытым бар? Уақытта шек жоқ. Құдайға шүкір, Құдайға шүкір. Сен кейбір сынақтарда сағаттап құртың, мүмкін уақыт болар. Жоқ, шектеу керек емес. Жақсы, мүмкін бастарсың. Жақсы. Джимми, міне менің жоспарым. Мен печеньені жалаймын, сонда ол ериді. Жақсы болса, мен оны инемен кесе аламын. Кальмар ойындағындай. That's a way to put it. Солай айтса да болады. Мак, Артур менен. мен ештеңе тимедім. Сол жерде тұр. Ал менің кроксымше? Жоқ. Енді мен аяқ киім жоқ. Басқаша сен түсінбейсің. Жақсы, бастаймыз. Бұл өте ұзақ. Мен түсінем, саған былайша бұл ақшалар ештеңке емес. Ал мен үшін бұл ақшалар бүкіл өмірімді өзгертеді. Мен түсінем. Сондықтан мен фигураларды кесуден асықпаймын. Асықпа, өтінем. Енді келесіне мүмкін уақытты шектеу қоямын оны деймін. Жоқ. Жарты жұмыс дайын. That's it, right? Осылай дұрыс па? Окей, сонда қой. You're good. Жақсы. Lights on. Жарық. He's gonna Үшпірішпен ол тездеу болады. Ал үшпіріштен соң бізде жұлдыз. Ал содан соң қиын. Қол шатыр. Oh! Okay. Жақсы. Печенье. Also, wait. Тоқта, кәс. Бастамай тұр, 1 секунд. Oh, no! О, жоқ. Мен ауыстырамын. Because the money was... Ақшалар алыс болғандықтан мен неге басты кеп тұрғаныңды еске түсіру үшін осында әкеп Енді қойдым. ол одан да алыс. Мен оларды ауыстырамын. Ал Окей. сен жалғастыр. Айтпақшы, мен келіскеніме өкіндім. Рас па? Иә. This point... Қазір сенің жеңіліс туралы ой мазаласа, осыдан кейін қайтуыңды ұсынамын. Егер ұтсаң әрине. After this one. That's what I thought. Мен көпірден соң солай ойладым. Сен әрбір сынақтан соң осылай ойладың. Ал енді біз осынамыз. Қандай тегіс? Соңғы бөлік. Құдайым-ау. I think he did. Меніңше қолымнан келді. Жақсы. Ары қарай кеттік. Бізге печенье. No. Ал енді нағыз сынақ. Umbrella. Қол шатыр. Ең қиын фигура. Жеңсем тағы да бәстесу дұрыс деп ойламаймын. All right. Жақсы, мұны ақымақ фигураны қиды, ақшаны алып кет. And then just take the money. Менің сабырлығым үшін. Менің сабырлығым үшін. Жақсы, тағы бұл жолы сенде 10 минут уақыт. Уақыт кетті ме? Right now? Yeah. Мен, не? 9 minutes and... 9 минут 50 секунд қалды. Мен сені жақсы көрем, бірақ маған жасағанша сөйлемеймін. I completely Мен түсінем, басы жүлдеде $800,000 on the line. Маған доллар беріңдерші пачкасын. Ұста пачканы. Ол ақшаны балға сияқты қолдануда. Кальмар ойында бұндай болмады. Мен ешқашанда бұлай уайымдамаппын. Бұл өте қиын. Very, very difficult. Мен өзім не істейтінімді білмеймін егер жеңілсем. 5 минут қалды. Шыны керек менің ойымша сенің қолынан Менің келеді. ойымша мен оны сындырып аламын, достым. Аяқ киімнен балға. Достым, мен тым да жылжымадым. 2 минут. Ол оны бөле бастады. Starting
Ол бөліктерді бөле бастады. Сен білмесең, сені 1 минут қалды. Мына жерде ше өзім ойнап жатқанымды білмеймін. Кіріп кет. Тоқта, не болды қазір? Oh, no. О, жоқ. Мен не айтарымды білмеймін. I'm such Мен сондай ақымақпын. Менде $700,000 болған. Мен бұның не үшін жасағанды білмеймін. Егер сен бірінші сынақты ұтылсаң, қатты өкінішті болмас па еді? Әлде қайда. Жақсы, бері кел достым. Қане, тұра ғой, тұрайық. Білесіздер ме? Егер сіздер мистер Бистің видеосына қатыссаңыз, және бастасаңыздар, кетіңіздер. I'll be honest. Шыны керек, бұл өте өкінішті болды. Сондықтан мен Макқа уайымдамас үшін 100,000 бердім. Grand for his troubles. Осындай видеолар көргіңіз келсе айтыңыздар. Достар, міне осындай видео болды. Ал бұның келесі бөлімі шықсын десеңдер, лайк, подписка басып кетіңдер. Сау болыңдар.